Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен баклажаннан, яғни баялдыдан жасалатын салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен 500 грамм баялды қажет болады. Жуылып тазартылған баялдыларды видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Туралған баялдыларымыздың үстінен шым-шым тұз салып, жақсылап араластырып 30 минутқа маринадтауға қойып қоямыз. Отыз минуттан соң баялдыларымыздың суын сорғытып аламыз. Қызып тұрған майда баялдыларымыздың екі бетінде қызартып, қуырып алу қажет болады. Екі-үш дана тәтті болгар бұрышымызды төрт-бұрыштап турап, қызып тұрған тапада 1-2 минутқа қуырып аламыз. Енді үстінен 15 грамм қантымызды салып, оның үстінен жарты шай қасықпен лотос дәмдеуішін саламыз. Жарты шай қасықты толтырмай сірке қышқылын құйып, 1 шай қасықпен күнжіт майын құйып, және 1 шай қасық соя тұздығын құямыз. 15 грамм сарымсақты үккіштен өткізіп саламыз. Салынған қоспалардың барлығын бір араластырып алып, 1 немесе 2 қиярды турап, оны да үстінен саламыз. Ең соңында аскөк пен кинзаны бөліп салып араластырамыз. Осымен біздің баялдыдан жасалған салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Мақпал. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.